Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін бізде математика пәні. Сабағымыздың тақырыбы өткенді бекіту. Оқу мақсаты өрнектегі амалдардың орындалу реті туралы ережені қолдануды үйренеміз. Ал енді сабағымызды түсіндірме салдым. Білімлен сайтын ашып көрейік. Сен бүгін ыңғайлы тәсілмен есептеуді және оны әртүрлі есептер шығаруда қолдануды үйренетін боласың. Экранда көрсетілген заттардың жалпы санын табайық. Қалай ойлайсың, ол үшін не істейміз? Дұрыс, кітап, қарындаш, дәптерлердің санын қосу керек. 7 қосылған 8, қосылған 3 деп өрнек құрамыз. Осы өрнектің мәнін табу үшін сол жақтан оң жаққа қарай амалдарды ретімен орындаймыз. 7-ге 8-ді қосса 15 шығады. 15-ге 3-ді қосса 18 шығады. Басқа тиімді тәсілмен есептеп көрейікші. Ол үшін қосудың терімділік қасиетін қолданамыз. 10 саны шығу үшін қай сандарды қосқан ыңғайлы? Дұрыс, 7-ге 3-ті қосқанда 10 болады. 10-ға 8-ді қосса 18 шығады. Ал енді 23 пен 18 сандарының айырмасын тауып көрейік. Сен 23-тен 18-ді қалай азайту керек екенін білесің. Бұны қалай тиімді тәсілмен шығаруға болады? Қара! Бірінші, 18 санына толық 10-дық шыққанша қосу керек. 20 шығу үшін неше қосу керек? Дұрыс, 2-ні. Екінші, 23-тен азайтамыз 20-ны. Тең 3. Үшінші, егерде 18 санын 2-ге арттыратын болсақ, онда нәтижені де 2-ге арттырамыз. 3 қосылған 2 тең болады 5. Олай болса, 23 азайтылған 18 тең болады 5. Есепті мұқият тыңда. Айшаның 150 теңгесі болды. Атасы оған тағы 150 теңге берді. Айшаның енді неше теңгесі бар? 100 қосу 50, қосу 100, қосу 50 деп өрнек құрып алайық. Тиімді тәсілмен есептеу үшін қосылғыштарды дөңгелек сан шығатындай етіп қосу керек. 100 қосылған 100 тең 200. Және 50 қосылған 50 тең 100. 200 қосылған 100 тең 300. Ал енді балалар, жаттығуларға назар аударамыз. Тиімді тәсілмен есептеу жолын белгіле. Бізде мынадай өрнектер белгіленіп тұр, балалар. Енді осының ішінен қай тәсіл тиімді тәсілмен есептелініп тұр, соны белгілеп өтейік. Мына өрнегіміз, балалар. Себебі мұнда 10-дық шығатындай етіп, тиімді тәсілмен бізге есеп беріліп тұр. Екіншісі қайсы деп ойлайсыздар, балалар? Бұл жерде де 10-дық шығатындай етіп, өрнек жазылып тұр. Сосын қайсы деп ойлайсыздар, балалар? Тағы да бар ма екен мұнда өрнек? Ал енді өзімізді тексеріп көрейік. Дұрыс. Енді екінші жаттығуға назар аударамыз. Тиімді тәсілмен есепте. Еріктің 150 теңгесі бар еді, ал оған әжесі тағы 120 теңге берді. Ерікте барлығы неше теңге бар? Ал енді балалар, мұнда да тиімді тәсілді біз есептейміз. Еріктің 150 теңгесі бар еді, ал оған әжесі тағы 120 теңге берді дейді. Сонда біз шешу үшін мұнда
қаншаны жазамыз? Иә, 100. Енді 50 және 20-ны қосамыз. Тиімді тәсілмен есептеу үшін 50 мен 20-ның қосындысы. Барлығы бізде, ерікте барлығы неше теңге болды? Қалай деп ойлайсыздар? Есептеп көрейік. 270. Жауабы, еріктің барлығы 270 теңгесі бар. Енді тексеріп көрейікші. Иә, дұрыс. Ал енді балалар, біз оқулығымызды ашып, дәптерімізді ашып, мына өрнектерді орындап көрейік. Өткен сабақта жақшалы және жақшасыз өрнектердегі амалдардың орындалу ретінің ережесімен танысқан болатынбыз, иә? Енді мына өрнектерді біз өрнектерге назар аударайық. Яғни мұнда көріп отырғанымыздай бірінші өрнекте бірінші қай тәсіл орындалады екен? Бөлу тәсілі. Үстіне 1 деп жазамыз. Екіншісі қосу тәсілі. 2 деп жазамыз. Қосу амалы. Енді екінші өрнегімізде бізде бірінші көбейту амалы орындалады. Екіншісінде болса азайту амалы. Үшінші өрнегімізге назар аударайықшы. Бірінші бізде қайсы тәсіл орындалады, қайсы амал орындалады екен? Иә, жақшадағы тәсіл. Бірінші жақшадағы амал орындалса, екінші көбейту амалы орындалады. Енді соңғы өрнекке назар аударайықшы, бізде дұрыс беріліп тұр ма екен? Қалай ойлайсыздар, балалар? Жоқ, мұнда дұрыс берілмеген. Яғни, бірінші бізде жақша ішіндегі амал орындалады. Сол үшін біз мұнда 1 деп жазамыз. Ал екінші көбейту амалы орындалады. 2 деп жазамыз. Енді өрнектердегі амалдардың орындалу ретін мұқият қарап, 11-ші беттегі 5-ші тапсырмаға осы ережелерді қолданып, жылдап орындауға тырысайық. Қараңыздар, балалар, дәптеріміз ашайық, 11-ші бетті ашайық, 5-ші тапсырманы орындаймыз. Бірінші бізде қайсы амал орындалады? Қалай ойлайсыздар? Иә, бірінші бізде бөлу амалы орындалады. Біз мұнда қанша деп жазамыз? Бірінші бөлу амалы. Екіншісі бізде қосу амалы орындалады екен. Иә, балалар, өз-өзімізді тексерейік. Екінші амалға назар аударайық. Ойланып көрейікші. Бірінші бізде қай амал орындалады екен? Иә, бірінші бізде жақшаның ішіндегі амал орындалады. Ал екінші көбейту амалы орындалады. Үшінші өрнекке назар аударамыз. Ойланамыз, есептейміз. Бірінші бізде қандай амал орындалады екен? Әрине, жақша ішіндегі амал. Екінші амал бізде бөлу амалы. Өз-өзімізді тексеріп, мұқият қараймыз. Дұрыс жаздық па? Иә, енді үшінші тапсырмаға өтейік. Сіздің дәптерлеріңізді ашып қараңыздар. Үшінші тапсырма берілген. Оқулығымыздағы үшінші тапсырмаға назар аударамыз. Үшінші тапсырма есептерге өрнек жазып, оларды шығар. А. 7 кабинеттің әрқайсысына 2 бөтелкеден ауыз су әкелінді. Барлығы неше бөтелке ауыз су әкелінді? Яғни балалар, бізде қанша кабинет беріліп тұр? 7 кабинет, е? Соның әрқайсысына 2 бөтелкеден ауыз су
әкелінді дейді. Сонда біз барлық ауыз суды табу үшін қандай амал орындаймыз? Ойланып көрейік. Әрине, көбейту амалы. Яғни 7 мен 2-нің көбейтіндісі қанша болады? 14. Сонда бізде барлығы 14 бөтелке ауыз су әкелінген екен. Ал енді балалар, осы есептің және б-сын өзіміз шығарып, дәптерімізге жазамыз. 4-ші есепке назар аударайық. 4-ші есептің асы 1-ші бидонда 3 литр. Қараймыз. Берілген 1-ші бидон. Балалар, мұнда 3 литр су бар дейді. Ал екіншісінде қанша литр су беріліп тұр дейді. Сұрақ белгісі тұр, соны біз табуымыз керек. Ал екіншісінде одан 4 есе артық су бар дейді. Яғни, толық қанша литр су екендігі белгісіз бізде, бірақ 4 есе артық деп тұр. Сонда біз сұрақ екінші бидонда неше литр су бар дейді. Соны дәптерімізге орындап жазамыз, балалар. Осы есепті 2 амалмен шығатындай етіп, қалай өзгертуге болады, соны есептейміз. Ал енді балалар, үй тапсырмасы. 3-ші тапсырма. Дәптерлеріміздегі 3-ші тапсырма теңдеулерді шешеміз. Мынандай теңдеу берілген, осыны шешіп орындаймыз. Және 4-ші тапсырма өрнек жазып, олардың мәнін табамыз. Ал енді балалар, бүгінгі математика сабағында нені үйрендік? Беріп тұрған бағалау ағашы бойынша қызыл алма көп нәрсе үйрендім. Жасыл алма маған ұнады. Және де сары алма маған әлі үйрену керек деп белгілеп кетеміз. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.